Дайын жүгерімізді аздау қылып ыдысқа салып, оны қызып тұрған майға аздап салып қуырып аласыздар. Ақырын араластырып, оны араластырып бетін жауып қоямыз. Бұны жауып қойғанда осылай атқылап, мынау үлкен болып сінеді. Көрініп тұр. Осы беті буланып, ақырын бетін көрсетейін сіздерге. Бетте жүгерімізден осындай көп попкорн жасап аласыздар. Дайын болды, міне осындай болып шықты, үлкен, өте жұмсақ, әйбат. Енді оны алып бір ыдысқа салып, үстіне мен бал қостым. Қаласыздар кішкене тұз сеуіп жесеңіздер де болады, кішкене қант қосып. Мен дайын осы араластырып, бал қосып, өте әдемі болып попкорн шықты.